Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің есімім Керімбек Ерасыл Мұратханұлы. Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы HDMI бейне интерфейсін зерттеу. Енді осылардың әрқайсысына жаңағыдай HDMI-дың ішкі құрылысы жайында айтатын болсам. Дипломная работа. Қорытынды бағаларды естіп жатырмыз. Қайырлы күн, құрметті достар. Бізде бүгін дипломдық жұмысты қорғау 04.06.2021 жыл. Қазір менің кезегім бір адамнан кейін. Иншалла аман есен тапсырып шықсам, блогты салатын боламын. Егер сіз бұл видеоны көріп отырсаңыз, значит мен аман есен тапсырып шықтым деген сөз. Және де бүгін жұма мүбәрәк болсын. Күндеріңіз сәтті өтсін. Аман есен тапсырып шығайын, иншалла. Блогты соңына дейін көріңіздер, қызық болады деп ойлаймын. Ерасыл? Иә, апай. Ерасыл, сіздің жұмысыңыз дайын ба? Бәрі дұрыс па? Иә, дайын. Жақсы. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Менің есімім Керімбек Ерасыл Мұратханұлы. Ғылыми жетекшім Ғабдуллин Азат Амангелдіұлы. Менің дипломдық жұмысымның тақырыбы HDMI бейне интерфейсін зерттеу. Бұл дипломдық жұмыста мен HDMI бейне интерфейсіне толығымен зерттеу жасадым. Және де қазіргі таңдағы ең жылдам бейне интерфейстердің қандай екеніне шолу жасадым. Қазіргі таңда HDMI интерфейстің бұл түрін барлық адамдар біледі деп ойлаймын, себебі қазіргі таңда бұл жайында бұл бейне интерфейсті қолданатын электроникалар өте көп. Жалпы HDMI интерфейс дегеніміз не? Ағылшын тілінде бұл High Definition Multimedia Interface, яғни жоғары рұқсаты бар мультимедиалық интерфейс. Бұл интерфейстің негізгі кемшілігі ол кабельдің қысқалығы болып келеді, яғни оның ұзындығы 10 метрден аспайды. Жалпы оның HDMI-дың түрлері мынандай 5 түрі болады. Электроникаларда қолданылады. Ал енді HDMI қандай бейне форматтарды қолдайды? Сол жақта видео форматтар жазылған, қандай качествода, қандай сапада екені, ал оң жақта оның нұсқалары жазылған. Сәйкесінше жасыл түстер оларды қабылдайды, қызыл түстер қолдамайды деген сөздер. Енді оның HDMI-дың ең бастысы ол өткізу қабілеттілігі, яғни оның сапасының жақсылығын сол өткізу қабілеттілігімен анықтаймыз. Енді HDMI-дың байланыс арналары жайында айтатын болсам, 5 арна бар. Бірінші TMDS, бұл аудио және бейне көмекші деректерді береді. Екінші DDC, бұл Display Data Channel деген, бұл біздің өнімнің өндіруші атауы, модель номер және де қолдау көрсететін пішіндер мен рұқсаттар жайында мәліметтерді береді. Одан кейін ARC деген бар, бұл теледидар мен динамик арасындағы басқа аудио кабельдерді ауыстыруға арналған аудио арна болып табылады. Төртінші HAC, бұл HDMI Ethernet Channel деген, бұл интернетті қамтамасыз ететін болады. CEC деген пайдаланушыға HDMI арқылы басқа құрылғыларды да басқаруға мүмкіндік береді. Енді осылардың әрқайсысына жаңағыдай HDMI-дың ішкі құрылысы жайында айтатын болсам, болады. Енді осылардың әрқайсысына тоқталсам, TMDS деген бұл барлық бейне интерфейстердің ішінде бар. Яғни ол бізге түстерді экранға көрсететін қызметті атқарады. DDC жаңа айтып өттім, бұл біздің экранымыз жайында мәліметтерді, монитордың мәліметтерін береді. ARC дегеніміз бұл аудио жаңағы бейне қабылдағыш. CEC бұл дегеніміз не? Бұл басқа құрылғыларды сол бір құрылғы арқылы басқару. Жалпы HDMI 2:1 нұсқасы жайында айтатын болсам, бұл сапасы алдыңғы версияларға қарағанда өте жақсы болып десем болады. Себебі біздің білетін HDMI 2:0 ол 18 гигабит секунд бере алса, ал 2:1 уже 48 гигабит секундқа дейін өткізу қабілеттілігімен ерекшеленеді. Нұсқалары бар. Енді бұл HDMI 2:1-ді толық қолдану үшін екі жақта да сол біздің қолданатын электроникамыз HDMI 2:1-ді қолдауы қажет. Енді динамикалық HDR қолдау, бұл дегеніміз біздің HDMI 2:1 нұсқасының тағы да бір мақтанып айтар жетістігінің бірі, себебі бұл динамикалық HDR статикалық HDR-ға қарағанда бұл әрбір экрандағы әрбір кадр үшін сол түстің ерекшелігін, яғни қанықтығын таңдап отырады. Мысалы, статикалық HDR-да ол толығымен бірдей болып шықса, динамикалық HDR-да көріп отқандарыңыздай әрбір кадр үшін ерекше жаңағыдай қанық түстерді, контрасттарды қолданады. Жалпы қорыта айтатын болсам, осыған дейін VGA-ны қолдансақ,
қазіргі таңда HDMI-ға көшіп жатырмыз. Бұның басты себебі шығарушы компаниялар, фирмалар өздерінің шығарып жатқан өнімдеріне осы HDMI-ды енгізуінде, яғни ойын консольдері, жаңағы теледидарлар барлығына осы HDMI-ды қолданады. В дипломной работе вы привели столько известных, так сказать, оқу бағдарламасына сәйкес келетін еді. Сізге жақсы, рахмет. Рахмет. Аха, жақсы. Естіліп тұр бәрі. Естіліп тұр. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Мен дипломдық жобаның тақырыбы мектеп баспаханасында газетті қашықтан қарауға және Дауысын өшіресің. Оғада дейтек маған қанша бал қойып деп ойлайсыздар. Көреміз енді. Барлығын уақыт шешеді. Аман есен тапсырып шықтым. Иншалла жоғары бал алуға тілектеспін. Амин. Қорытынды бағаларды естейінеп жатырмыз. Көреміз қанша алғанымды. Қазір айтады. Құрметті студенттер, бакалавр бағдарламасын аяқталғандарыңызбен құттықтаймын. Комиссия атынан соңғы қорытынды бағаларды атап өтемін. Керімбек Ерасылдың қорытынды бағасы 86 балл. Кәкіш Ерасылдың қорытынды бағасы. Осымен курстардың бәрін тамамдап, бакалавр атағын алуларыңызбен құттықтаймын. Первый шаг сделан, теперь все зависит от вас. Тестілік, Ақжол. Мен де құттықтаймын балалар, бакалавр программасын бітіргендеріңіз. Жақсы группаның бірі боласыңдар, өздерің алған білімдеріңді көріністі творчестволық жұмыс істегендерің, самостоятельно жұмыс істегендерің көріністі. Ары қарай жалғастырыңыздар, магистратураға түскенше. Ақжол тілеймін сіздерге. Студенттердің атынан сөйлейтін студент болса. Мінекей, бүгінгі біздің дипломдық жұмысымыз да аяқталды. Аман есен қорғап шықтым. 86 балл алдым. Менің жұмысым сол балға лайық болды деп ойлаймын. Өзім солай есептеймін. Және де айта кетерім, барлық бізге білім берген мұғалімдерге үлкен алғысым шексіз. Бітірген студенттердің барлығына табыс сәттілік тілеймін. Болашақта Қазақстанның көркеюіне атсалысатын болашақ жақсы маман болуларына тілектеспін. Өзімнің группаластарымды да шын жүректен құттықтаймын. Және де осы сәтті пайдалана отырып, өзімнің мұғалімдеріме алғыс айтқым келеді. Ең бірінші Байматаева Шолпан апай, Аристанбаева Меруерт апай, Дүйсенбаева Әсемгүл апай, және де Ерсұлтан ағай, Нұрсұлтан ағай, сіздерге де алғысым шексіз. Өйткені бізге нақты программалауды жақсы үйреткен сіздер болатынсыздар. Әрбір мұғалімге ерекше алғыс айтқым келеді. Бірінші курста, екінші курста бізге сабақ берген мамандыққа қатысты болмаса да, ағылшын тілі, орыс тілі, математика, тарих, философия, экология сабақтарынан берген апайларымның барлықтарына үлкен алғысымды айтқым келеді. Сіздердің білімдеріңізді, еңбектеріңізді ақтаймыз деген үміттеміз. Және де сіздердің жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Біз сияқты жаңағыдай студенттерді, мықты студенттерді тәрбиелеулеріңізге тағы да тілектеспіз.